Ұлы дала аңыздар кітабынан Арыстан баб қиссасы 10 бөлім. Ғабдолла ханның кесенені аяқтамақ болуы. Бұхарада Шәмсі Мұхаммед деген ниеті теріс молда болыпты. Ол бір күні Ғабдолла ханға Сахарада көшіп қонып жүрген қазақ жұрты Мұхаммед пайғамбардың дінін шала біледі. Шариғатты оңымен орындамайды. Діннің тәртібінде білмейді. Сол үшін оларды дінсіз деп танып, шетінен ұстап, базарға құл қылып сатуға жарлық беріңіз деді. Хан, сыртынан дінсіз деп айыптау жөн болмас. Өкілін шақырып, шариғаттан тергейік, сынақта сүрінсе құлдыққа жегейік деді. Ол сөз қазақтардың құлағына жетті. Сынаққа кімді жібереміз деп, қожа бие, төресі, Сарыарқада түгел жиылып кеңес құрды. Көге есімді жігіт суырылып шығып, рұқсат етсеңдер, мен барайын, бір амалын табайын деді. Қожалар ақ батасын беріп, ел жұрты сапарға шығарып салды. Көге Бұқараға келді. Намаз кезі екен, жұрт мешітке жиналып жатады. Шәмсі Мұхаммед сол осы мешітке имам еді. Көге мешітке кіріп, бірден сапқа қосылды. Намаз аяқталып, имам дұға қылғанда, Көге қолын жеңінен шығармастан бата жасап, бетін сипады. Имам, мұна қыр қазағы шариғатты бұзды, жазалаңдар деп айқай салды. Көге саспастан, молдеке, сабыр етіңіз. Тәңірім Құранда киім киіп құлшылық еткен құлымның тілегіне құлақ асам деген. Қолымды денемнің бір мөлшегі ғой деп жеңімнен жасырып едім. Қате десеңіз, ханға бар төрелік сұрайық деді. Молда тосылып қалды. Екеуі ханға келіп, мән-жайды түсіндірді. Ғабдолла хан оның жауабына риза болып, сарайына барлық ғұламаны жинады. Көгеге шариғаттан сұрақ қойып сынады. Көге сүрінбей өтті. Ханға ұнады. Шәмсі Мұхаммедтің жақсылап тұрып сазайын берді. Көгеге, сыннан өттің, не бұйымтайың бар деді. Бұхарада тұрсам, адал кәсіп қылсам деді. Хан келісті. Ертесіне Көге аттарын, киім кешегін, азық түлігін сатып, ақшасына тауық алды. Тауық жұмыртқалап балапан басып, тез көбейді. Ол кезде Бұхара базарында адал сауда қылатын пенде қалмаған еді. Саудагерлер таразыдан ұялмай жей беретін. Жуандар кедейлерді аяусыз қанайтын. Көге әділ сауда қылды. Тәңірісі ісіне берекетін тартты. Жұртта оның адал кәсібін сүйіп, жұмыртқаны тек содан алды. Көге тез байып, шаһарға даңқы білініп, ханға хабар жетті. Ғабдолла хан өзіне алдырып, сен адал кәсіп ететін мұсылман екенсің. Халқым адал сауда, кіршіксіз ар иман дегенді ұмытып бара жатқан сияқты. Оларға таза жүріп, адал еңбек етуді үйрет деді. Көге келісті. Бір шартым бар, медресе салам, ел содан ілім алып оқысын, деді. Хан қазынаның кілтін ұстатып, қалаған ақшаңды алда, медресе соқ, елдің көзі тезірек ашылсын деді. Көге, хан, қазынасы еңбекпен жинаған дүние емес. Онда байдың қиянаты, кедейдің нақақ көзі жасы бар. Медресенің іргетасы күнәқар кірпіштен қаланса, ықыласты шәкіртті қайдан табамыз? Маған жер беріңіз, медресе соғар ақшаны өзім табамын деді. Хан қаланың қақ ортасынан жер берді. Көге лайдан кірпіш құйып, адалдан жиған малынан медресе соғып бастады. Шәмсі Мұхаммед оны күндеп, барлық молда қазыны жанынан жинап, ханға шағым айтты. Медресені, имамдық дәрежесі ұлық ғұлама салу керек. Қазақта ондай атақ жоқ. Оның медресе салғаны шариғатқа қайшы. Ақшасын бізге берсін, өзіміз салайық десті. Көге мұны естіп, хан сарайына келді де, уа шайқы қазылар, медресені сендер соғыңдар, тізгінді бердім деді. Шәмсі қуанып қалды. Бірақ бір шартым бар. Медресені ғұмырында 5 уақыт намазды қаза кетірмеген, дәретсіз жер баспаған, әділдіктен аспаған, зина жасамаған,
арамды асамаған, ғарып міскінге қараған, жетімді бауырым деп санаған, Құдайдан өзгеге құлдық ұрмаған, туысына бұрмаған, қара қылды қар жарған, қонағын қабақ шытпай қарсы алған адам ғана салсын деді. Бәрі сілтідей тынды. Бірде-бірі шартын орындап ант су іше алмады. Шәмсі Мұхамбет, мықты болсаң, өзің көрсет деді. Көге өзінің шартына лайықпын деп ант су ішті. Шәмсі жеңілді. Хан оларға ұрысып, сарайынан қуып жіберді. Көге медресе соққанда тәкбір айтпай бірде-бір кірпіш қаламайтын. Қолы жұмыста, көңілі Аллада, тілі зікірде болды. Шаршаса, шілтен қолтығына демеп, қазір қолынан сүйеп жүрді. Күндіз періште, түнде перілер келіп медресені бірге салысыпты деседі. Озамай құрылыс аяқталды. Бұхараның қақ ортасында адам айтса нанғысыз ғажайып медресе бой түзеді. Оны көрген ел жұрт аузын ашып көзін жұмды. Ішіне кірген мұсылманның көңіл кірі өзінен өзі салынып түсетін. Тас жүрек деген пенденің өзі мешітке кіргенде жүрегі жібіп, екі көзінен парлап жас ағатын. Жүрек көзін ашуды мұрат тұтқан ақ жүрек момындар осылай қарай ағылды. Көгенің тұрғызған құлшылық үйі Бұқараның құты мен кесіне айналды. Бұқараның халқы мұндай тақуа тауазы мұсылманды көрмегелі қай заман. Ел жұрт оны салған сарайын Көкілташ медресесі деп атады. Себебі Ғабдолла хан оған риза болып уәзір етті. Арнайы Көкілташ деген лауазым берді. Ол тетені ханның бауыры дегенді білдіріпті. Хан өзінің бауырындай көріп, сондай атақ берген екен. Бір күні Ғабдолла хан оған: «Көге, сендей тақуа мұсылманды көрмедім. Пайғамбар сипатты үмбет екенсің. Сөзіңде тұрдың, медресе салып, халқымды ілімге үйреттің. Енді бір арманым бар. Әзірет Сұлтан кесенесін әмір темір салып, құрылысын аяқтай алмап еді. Ғұмыры жетпеді. Соны ақтасам деп едім. Әмір темірде кесене соққанда құрылысшыны зікір айтатын тақуа тауазылардан жинапты. Қазір ондай адам қалмады. Сені көргенде сол арманым орындалардай күй кештім. Түркі пірінің кесенесін бірге аяқтайық деді. Көге келісті. Ертесіне екеуі Түркістанға аттанды. Әзірет Сұлтанның күмбезі көз ұшынан көргенде аттан түсіп әдеппен жаяулатып жақындады. Ғарып міскінге 100 жылқыны садақа қылып таратты. Әулиенің әруағына Құран оқып құрылысқа кірісті. Қам кесектен кесененің босағасы мен биік мұнараларын тұрғыза бастады. Ажал айтып келген бе, Ғабдолла хан қайтыс болды. Елде таққа талас басталды. Хан өлген соң, көре алмас дұшпандар Көгенің де ізіне түсті. Ол Әзірет Сұлтан кесенесін аяқтай алмады. Дәруіштің киімін киіп, Меккеге қажылыққа кетті. Сол сапардан қайта оралмапты. Біреулер Меккеге жетті дейді, біреулер жолда қаза тапты деп айтады. Бірақ артына Көкілташ деген медресе қалдырып кетті. Ал Әзірет Сұлтан кесененің босағасында құрылысы аяқталмаған ағаштары әлі күнге дейін сақталып тұр.